Қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай өте қытырлақ болып шығатын, салмасы өте дәмді, балғын және де қатпарлы болып шығатын песочный слоеный самсаның тестісімен бөлісетін боламын. Рецептісімен өте қарапайым жасалуы, бірақ дәмді болып шығады. Менімен бірге жасап, еш-жеріңізді қуантыңыздар. Ең алдымен 375 грамм ұнымызды алып, 180 грамм сары майымызды үккіштен өткіземіз, немесе пышақтың көмегімен шұқылап турап алсаңыздар болады. Сары майларыңыз міндетті түрде тоңазытқыштан алынған болу қажет, салқын болу қажет, песочка бізде шығуы үшін. Осылай қолымыздың көмегімен шылап өтіп аламыз. Егер де сіздерде сары май болмаған жағдайда маргарин қолдансаңыздар болады. Оның құрамындағы майдың бәрін қолымыздың көмегімен осылай біріктіреміз. Песочка жасап алғаннан кейін біз осы массамызға бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның сарысын, 70 грамм қаймақ, 30 грамм қайнаған су. Қайнаған суымыз қатты ыстық болмау қажет, жұмыртқамыз пісіп кетеді. Және бір шай қасық көлемінде тұз қосасыздар. Жақсылап араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды илеп алғаннан кейін салфан пакетке немесе мешокқа салып, жарты сағат холодильникке жіберіңіздер, иі қану үшін. Жарты сағаттан кейін қамырымызды алып, еттің қамырын жайғанда етіп жайып аламыз. Өте жұмсақ қамыр шығады бізде. Қатты бір тегіс болуы міндетті емес, бірақ жұқа етіп жайыңыздар. Бетіне 100 грамм сары майды ертіп қоямыз. Және де ұн себіңіздер. Ұн себу арқылы біз қатпарлы қамырдың негізгі құпиясы болып табылады. Осындай песочный болуына көмектесеміз. Осылай рулетке етті орап, 2 сағат холодильникке жіберіңіздер. Салмасын қалауларыңыз бойынша дайындасаңыз болады. Менде фарш және де пияз. Және де фаршымыз сочный болу үшін бір ас қасық көлемінде сұйық май қосып жібересіздер. Ұнымызды сеуіп, самсамыздың ортаңғы бөліктерін осылай ұнымызға шылап қойып аламыз барлығы. Өздеріңіз қалаған формада кессеңіздер болады. Осылай салмамызды салып, ең жиектерін осылай тек бұрайтын бөліктерін ғана қатты біріктіріп шығамыз. Самсаларымызды өте жұмсақ болады. Өздеріңіз қалаған формада формасын сезсеңіздер болады. Ас болсын.